Эфирлік отау ТВ-ны қалай настроить етеміз? Мен сіздерге енді бұл сабақты эфирлік отау ТВ-ның мынандай тюнерінде көрсетемін. Мінекей. Міне оның пульті. Енді жалпы осы эфирлік отау ТВ-ның спутниктік отау ТВ-дан айырмашылығы. Эфирлік отау ТВ тарелка арқылы сигнал қабылдап көрсетпейді. Жалпы айтқанда бұл тюнерда тарелка болмайды. Бұл тек өзіміздің бұрын қолданып жүрген простой антенна сияқты, және де қазіргі сондай простой антенналар арқылы әркімнің өзінің жергілікті телевышкасына сигнал қабылдап көрсете береді. Міне енді тюнерге антеннаны телевизорды жалғап алдық. Енді осындай мастер установки жағдайында қалай настроить етеміз? Біріншіден страна дегенге өзіміздің елді Қазақстан таңдап аламыз. Егер де Қазақстан жоқ болса, өзімізге жақын Қырғызстан немесе Россия елін таңдаймыз. Ол үшін пульттан оң жаққа жылжыту батырмасын басу арқылы керек елді таңдап аламыз. Мінекей өтіп кеттік. Егер өтіп кеткен жағдай болса, артқа қайту үшін сол жаққа жылжыту батырмасы арқылы жылжытып аламыз. Мінекей енді ары қарай бізге менюға кіру керек. Менюға кіру үшін пульттан не мына меню батырмасын, немесе exit батырмасын басамыз. Бұл мастер установки жағдайында. Мінекей меню батырмасын бастық. Мінекей менюге кірдік. Енді бізге ручной поиск деген тауып алу керек. Ол үшін сол оң жаққа жылжу батырмасын басу арқылы жылжытамыз. Мінекей ручной поиск деген табылды. Соған төмен түсіру батырмасы арқылы түсеміз. Ручной поискқа қойып алғаннан кейін окей батырмасын басамыз. Енді мына жерде частотный канал дегенді оң жаққа жылжыту батырмасы арқылы 30-ға қоямыз. Міне енді уровень качества 100% болды. Бұл демек сигнал бар дегенді білдіреді. Демек каналдар іздесек, қазір каналдар тізімі шығады. Енді бұл жерде айта кететін жағдай, бәрінде 100% көрсетпеуі мүмкін. Біреуде 72% болуы мүмкін, біреуде 32% болуы мүмкін. Енді ол тюнерларға байланысты. Тюнерлар әртүрлі болады. Тек ең бастысы бұл жерде 32, 78, мысалға 100% көрсетсін. Тек тұрақты тұрса болды. Мысалға қазір 100% деп тұр, екеуі тұрақты тұр. Андай жағдай болуы мүмкін. Мысалға 0% болып кетеді, одан 100%. 200 секунд сайын 0% болып кетеді, 100%. Сөйтіп қайталай берсе, демек ол сигнал жоқ дегенді білдіреді. Демек каналды іздесек, каналдар табылмайды. Енді каналдарды іздеу үшін ары қарай пульттан окей батырмасын басамыз. Мінекей сол жақ бетінен каналдар тізімдер шықты. Мінекей каналдар тізімін көру үшін окей батырмасын басамыз. Мінекей каналдар тізімі. Демек барлығы көрсетіп тұр. Енді бағана ол мастер установки жағдайында болды. Енді мысалға осылай тюнер көрсетіп тұрды. Енді көрсетпей қалды мысалға. Енді бұл жағдайда пульттан меню батырмасын басамыз. Енді бұл жолы тура алдында көрсеткендей ручной поискті іздеп, соған түсіп, ручной поискқа кіреміз. Мінекей. Енді мен неге автоматический поиск емес, ручной поиск арқылы көрсетіп отырмын.
Енді түсіндіре кетсек, бұл жерде біріншіден ручной поиск арқылы сигналдың бар ма жоқ па сол жағын анық білуге болады. Мына уровень качества деп көрсетіп тұр ғой, 100%-дан. Екіншіден, бағанағы егер сигнал аз болған жағдайда, мысалға, антеннаны бұрап, сигналды барынша көбейтіп алуға болады. Үшінші жағдай, егер бағана антеннаны бұрап қанша не істесе де сигнал тұрақталмаса, демек антеннаны ауыстыру керек дегенді де білдіреді. Бұл ручной поисктің пайдасы сол. Дәл алдындағыдай енді канал іздеу үшін окей батырмасын басамыз. Бірақ частотный каналды 30-ға қоямыз. Мінекей. Дәл бағандай каналдар тізімі табылды. Сабақ аяқталды. Енді каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Әлі алда тағы да сабақтар, видеолар болады. Енді келесі сабақтарда дәл осы эфирлік отау ТВ-ге қандай антенна жақсы екенін көрсететін боламын.